Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай қайнап тұрған суда ерекше нан түрін пісіріп аламыз. Видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Нанымыздың сырты қытырлақ болып келеді, іші өте жұмсақ әрі дәмді болып келеді. Ыстық нандарымызға сары май немесе қаймақ жағып жесеңіздер, нағыз ауылдағы нанымыздың дәміне ұқсап келеді. Іші осылай толығымен піскен, өте жұмсақ, керемет болып шығады. Бұл нанымызды жасау үшін ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Одан кейін үстіне қантымызды, ашытқымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Аздап тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, одан кейін үстіне шетінен ұнымызды салып отырамыз. Достар, менің каналымда бұдан да керемет рецепттердің түрлері бар. Қарап жасап көріңіздер. Өз отбасыларыңызды керемет тағамдармен қуантып отырыңыздар. Енді үстіне сұйық майымызды салып, тағы да жақсылап елеп жібереміз. Жақсылап елеп алған қамырымыз қолға жабыспайтын болады, бірақ өте жұмсақ болып келеді. Енді елеп алған нанымыздың үстін салафанмен жауып қоямыз көтерілгенше. Көтерілген нанымызды енді үстелдің үстінен ұнымызды сеуіп, одан кейін үстіне қамырымызды қойып, бір елеп жібереміз де, одан кейін қамырымызды төртке бөлеміз көз мөлшерімен. Бөліп алған қамырларымызды барлығын дөңгелектеп осылай домалақ қылып жасап аламыз. Одан кейін бетіне салафан жауып көтерілгенше қойып қоямыз. Ал осы уақытта біз суымызды қайнатып қоюымыз керек. Қайнап тұрған суымызға қамырларымызды 1-2 минуттан ғана қайнатып аламыз. Төрт қамырды да өстіп бір қайнатып алғаннан кейін пышақтың көмегімен үстін ғана кесіп шығамыз. Одан кейін үстіне әдемілік үшін мак немесе күнжіт сеуіп шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста қызарып толымен піскенше пісіріп аламыз. Мінекей біздің қайнап тұрған суымызда осындай сап-сары өте қытырлық әрі дәмді болып шығатын нанымыз пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, менің үй-ішіме өте ұнады. Достар, төмендегі подписаться кнопканы басып, жанындағы қоңырауды басып қойсаңыздар, алдағы уақытта менің рецепттерімді жібермей қарап отыратын боласыздар.